Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен осындай дәмді, өте жұмсақ болып шығатын сүтті лепешкаларды дайындайтын боламыз. Құрамы өте қарапайым, жасалуы да оңай, әрі жұмсақ болып шығады. Мерекелік дастарханға дайындасаңыз, немесе арнайы заказға пісірсеңіздер де, барлық бұл нанды жеп көрген адамдардың барлығына ұнайтынына сенімдімін. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп, үстіне жылы сүтімізді, жылы суымызды құйып аламыз. Сұйық майымызды құямыз. Ашытқымызды саламыз. Қантымызды және де тұзымызды салып, қамырымызды жақсылап илейміз. Барлығын өлшеп қосамыз, артық су да сүт те қоспаймыз. Осылай барлығын жинап илеп аламыз. Бізде қолға жабыспайтын осындай орташа қамыр шығады. 5 минуттай осылай қайтарып илеп, жылы жерге жарты немесе 1 сағатқа қалдырамыз. 1 сағаттан кейін қамырым менде осылай болып көтерілді. 1 рет қайтарып иледім. Барлық қамырды өлшедім. Менде 1540 грамм шықты. Енді соны 10 бөлікке 154 граммнан бөліп алдым. Барлығын бірдей етіп бөліп алғаннан кейін осындай дөңгелекше формаға келтіріп күлшелеп алдым. Қалауларыңызға қарай өлшемей осылай бірнеше бөліктерге бөлсеңіздер болады. Майда емес, үлкен болғанын қаласаңыздар 4 бөлікке бөліп, осылай күлшелеп, тандыр нанның формасына келтіріп салсаңыздар да болады. Барлығын арнайы өлшем біліктермен жасасаңыздар, сіздерде де 1 келкі болып шығады, және де 1 жасағаннан шығады. Барлығын дөңгелекшелеп алғаннан кейін, табанның астына аз ғана майымды жағып, осылай 5 күлшемді орналастырып шықтым. Піскен кезде 2 немесе 3 есе үлкейеді, сол себепті арасын алшақтау етіп орналастырамыз. Ортасын осылай жұдырығымызбен басып, қуыс жасаймыз. Осылай барлығын жұдырығымызбен басып, барынша ортаңғы бөлігін жіңішке етіп, қуыс жасап шығамыз. Және де екінші табыма да осылай 5 күлшені орналастырып, ортасын қуыс жасап, 20 минутқа көтерілуге қойып қоямын. Беті кеуіп немесе қатып қалмас үшін арнайы сүлгімен немесе осылай матамен жауып қоямыз. 20 минут өтті, жұмыртқаның сарысын осылай беттеріне жағып шығатын боламын. Бізде күлшеміз кішкене көтерілген, сол себепті ортасын тағы да басып шығамыз. Тандыр нанға өрнек салатын арнайы ағаш болады. Сол болған жағдайда соның ортасымен басуымызға болады. Болмаған жағдайда мен сияқты вилканың көмегімен кішкене ортаңғы бөлігін ғана тесіп шығамыз. Ортаңғы бөліктерін барлығын тесіп алдым. Енді жаңағы жұмыртқаның сары уызын бетіне жағып шығамыз. Тек қана сары уызын жағатын болсаңыздар, қып-қызыл болып, әдемі болып піседі. Барлығын жағып алғаннан кейін, бетіне қалауыңызға қарай мак, кунжут немесе тмин сепсеңіздер болады. Мен сыртқы бөліктеріне кунжут септім, және де тек ортаңғы бөліктеріне мак сеуіп шықтым. Пешімізді алдын ала 180 градуста қыздырып қоямыз. Мак, кунжут сеуіп болғаннан кейін бірден пешке пісуге жібереміз. 30-35 минутта толықтай пісіп шығады, және де өте дәмді болып шығады. Барлық керекті заттардың мөлшерін видеоның астында описаниеге жазып кететін боламын. Лепешкалар осылай пісіп жатыр. Жақсы көтеріледі. Жасап көруге сіздерге де кеңес беремін.
дәмі де дүкендікіне қарағанда өте дәмді болып шығады. Осылай екінші бөлігінде пісіріп аламыз. Барлық қамырымыздан осындай 10 лепешка шығады. Жасап көріңіздер, үй іштеріңізді қуантыңыздар.